Somebody once told me the Бұл не? Ауыл жайлы видео ма? it's my life and it's not. Баяғыдан бері сіздерге айтқандай, менің балалық шағым ауылда өткен. Ауылда көптеген қызықтар оқиғалар бар. Кейбір қызықты оқиғаларды қазір мен сіздерге айтам. Жұмыртқа. Мен кішкентай болғанда маған құпия тасымалар беретін. Маған тыңшық болу керек болды. Жұмыртқа тыңшысы. Бізде тауық болды. Кез келген өзін сыйлайтын тауық жұмыртқа туады. Олар өздерінің жұмыртқаларын ешкімге бергісі келмейді. Сондықтан олар үйдегі кез келген кішкентай жерлерге кіріп, сояққа жұмыртқа туады. Менің тапсырмам соларды аңдып жұмыртқаларын тауып керек болды. Тауықтар жайлы факт. Тауықтардың бар жұмыртқаларын алатын болсақ, тауық өзін тоңып кеткенін біліп, ол жерге тумай кетеді. Ал егер біреуін қалдырсақ, сол жерге туа береді. Себебі тауықтар санау білмейді. Оларға біреу 10 секілді. Мен атам осыны пайдаланып, оның кәдімгі жұмыртқасын ағаш жұмыртқаға ауыстырып қойды. Тауықтар оны байқаған да жоқ. Ал интернетте тауықтар санау біледі дейді. Осы жайлы өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Сосын менің жұмыртқа сөзін қанша рет айтқанымды жазып кетіңіздер. Қорқынышты етіктер. Мен одан да кішкентай болғанда бізде бір-екі қораздар болды. Біреуі ашуланшақ болды. Ол бәрімізге шабуыл жасады. Атак мен кішкентай болғандықтан ол маған көп шабуыл жасады. Бір әдемі уақытта ол атама шабуыл жасады. Это была ошибка. Атам секунд болмай аспан қарай шығып жіберді. Әтешке обал болды, бірақ өзіне сол керек. Бұдан кейін бәрі өзгерді. Әтеш бәрінен қорқа бастады. Кімнен қорқа бастады деп ойлайсыз ба? Атам ма? Жоқ, етіктен. Я, енді кім етікті кисе, сол қауіпсіздікте болды. Бір талисман ретінде болды. Негізінен мен ауылда күні бойы великтептім. Шомылдым, балыққа бардым. Балыққа барғам көп болған сонша, менің әжем балықты тазалап болғанша, мен оған көп жаңа балық әкеп тұрдым. Негізінен мен кішкентай балықтар ауладым, бірақ бір кезде дәу балық аулап алдым. Ол сырғанақ болған сонша, қолдан тайып құлап түстім. Оған қоса ауылда жұмыстар болды. Мысалға, картошканы егу, оны көму, оны қорғау, оны қазу, жануарларға картошканы беру и осылай жалғаса береді. Осымен видео бітті. Видео ұнаса каналға жазылып, лайк басы. Олар саны жазылмай жатыр ғой. Олар жазылады, оларға сенемін мен. Жазылды ма? Жазылды деген ойдамын. Саған жазылу керек олар. Себебі сен осы секілді қызық видеоларды күнде саласың. Еңбегін бағалау керек. Рахмет, сау болыңдар.